Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді қытырлақ корейші пекин қырыққабат салатын жасаймыз. Бұл тез әрі оңай жасалатын, бірақ өте ерекше дәм беретін салат. Бұл салаттың дәмін алғаш рет досымның үйінде татып көрдім. Бір күні қонаққа барсам, дастарханға ыстық сорпа мен осы салат қойыпты. Бір қасық алып көріп едім, ащы мен қышқыл дәмі ерекше үйлесіп тұр. Сол күннен бастап бұл менің сүйікті салатым болды. Ал ендеше бірге дайындайық. Алдымен 500 грамм пекин қырыққабатын жіңішке етіп тураймыз. Сосын бір кішкентай сәбізді ұзынша етіп үгітеміз. 2 қияр мен 1 болгар бұрышын да жіңішке етіп кесеміз, немесе болгар бұрышын блендерге өткіземіз. Түстері әдемі тағам дәмдірек болады деп айтатын. Сол себепті бұл салатқа түрлі түсті көкөністерді қосу өте маңызды. Барлығын үлкен ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, қасық, 1 ас қасық соя соусы және аздап ащы бұрыш қосамыз. Сосын 3 түйір сарымсақты езіп, салатқа араластырамыз. 1 шай қасық кориандр және аздап қара бұрыш қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық өсімдік майын қыздырып, оған 1 ас қасық 70% сірке эссенциясын қосамыз. Қайнап тұрған майды салатқа құйып, жақсылап араластырамыз. Салатты 10-15 минутқа қоямыз, дәмдері жақсы сіңу үшін. Міне салатымыз дайын болды. Хош, иісі қандай керемет! Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.